Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Бүгін осындай өте дәмді менің анашымның рецептімен нан салма істейміз. Ол үшін бізге 2 зола қамырға бізге 1,5 кружка су, тұз, 1 жұмыртқа керек. Оны жақсылап араластырып, оған ұн қосатын боламыз. Қамырды қаттығып илеген жақсырақ. Сол кезде қамырларыңыз тал-тал болып, әдемі болып түсетін болады. Осылай қамырды жақсылап илейтін боламыз. Иін қандырып, жақсылап осылай илейтін боламыз. Ыдысымыздың жан-жағындағы қамырларды, ұндарды бәрін жинақтап, осылай илейтін боламыз. Одан кейін мен қамырды көбінесе, мысалы 2 зола, 3 зола болса, оны бірден бөліп қоям. Өйткені кейін сізге жайғаныңызға өте ыңғайлы болады. Сразу иі қанып тұрады. Осылай менде 2 зола шықты, 2-ке бөліп қойдым. Енді подливіне көшеміз. Ол үшін бізге міндетті түрде нан салмаға осындай май керек. Нан салманың фишкасы осыда. Жылқын майы, болмаса құйрық майды осылай жақсылап шыжғырамыз. Майлар кішірейгенше жақсылап шыжғыратын боламыз. Менде қазір мына жерде жылқын май. Сөйтіп, оның үстіне кішкене сұйық май қосып, етті қосып жақсылап қуыратын боламыз. Етті жуған кезде суланады, сол суы тарқағанша осылай жақсылап қуыратын боламыз етті. Одан кейін пияз саламыз. Пиязбен де 1-2-3 минуттай жақсылап қуырамыз. Одан кейін мен 1 қасық томат саламын. Томат саламыз, оны араластырып қуырамыз, кішкене. Одан кейін помидор саламыз. Үйде не бар, холодильникте, соның бәрін қоса береміз. Помидор, болгар бұрышын, чеснок. Қаласаңыз приправаларыңызды қоссаңыз болады. Бірақ мен тек қана тұз қосам. Сәбізімізді қосамыз. И мен бірден картошканы қоса берем. Картошканы қуырып, тоже бір 5-6 минуттай қуырып, тұзымызды салып, бұрышымызды салып, су құятын болам. Суын мен көптеу құя берем. Жалпы балдар подливі көп болған ұнатады суының. Сонымен бұны қайнататын боламыз. Сосын параллельно жұмыртқа пісірем. Одан кейін бағанағы қамырымызды алып, осылай жаямыз. Қалыңдығы қатты қалың емес, и қатты чұқа болмау керек. Өйткені езіліп кетеді. Сол себепті кішкене қалыңдау қылып, осылай кесетін боламыз қазір. Пельменге, мантыға қамырды жинайсыздар ғой. Тура сол құсап қамырды осылайнан жинайтын боламыз. Менде золам үлкен болғандықтан оны 2-ке бөлдім. Осылай турап алдым. Үлкен кеспе қып, қалың 1 сантиметрдей примерно. Солай турап алдым. Өстіп араларын жақсылап алшақ қыламыз, жабысып қалмас үшін. Сосын турамас бұрын арасына жақсылап ұнды себетін боламыз. Өйткені қамыр бір-біріне жабысып қалуы әбден мүмкін. Жақсылап осылай ұнын кетіріп, арасын алшақ қып жайып қоямыз, кептіріп. Одан кейін суды қайнатамыз. Оған тұз саламыз. Одан кейін осы қамырымызды салып, оны араластырып, қайнағаннан кейін осылай қайнағаннан кейін 1 минуттай қайнатып, оны легенге сүзіп алатын боламыз. Арасын осылай ашамыз. Одан кейін мына подливтің майлысын осылай сүзіп алып, майын қамырдың бетіне не істеп, жаңағыдай қамыр бір-біріне жабысқымау үшін осылай ашып жібереміз. Одан кейін подливін құямыз. Одан кейін бағана піскен жұмыртқамызды бетіне